Жапонияны әлемдегі ең ерекше елдердің бірі деуге болады. Бұл елде заманауи технологиялар мен ғасырлар бойы сақталған дәстүрлер қатары өмір сүреді. Тіпті кейбір көне әдет-ғұрыптар бүгінгі заңдармен бірдей маңызға ие. Сондықтан бүгін біз Жапония туралы сіз білмеуі мүмкін 15 қызықты фактіні жинадық. Бастайық. Жапониядағы метро мен пойыздарда тек әйелдерге арналған арнайы вагондар бар. Олар таңертеңгі қарбалас уақытта қосылады. Осылайша қыз-келіншектердің қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Бір қызығы, соған қарамастан Жапония әлемдегі қылмыс деңгейі ең төмен елдердің бірі саналады. Жапондар 4 санын ұнатпайды. Себебі бұл санның айтылуы жапон тіліндегі өлім сөзімен бірдей естіледі. Сол себепті көптеген үйлерде 4 қабат болмайды. Қонақ үйлерде 4 нөмірлі бөлме кездеспейді. Ал ауруханаларда 4 палата жоқ. Тағы бір қызық факт. Жапонияда аққаланы әлемнің көп еліндегідей 3 шардан емес, 2 шардан жасайды. Ал полковник Сандерс бейнесі Жапонияда Рождествоның басты символдарының бірі саналады. Бұл күні көптеген жапон отбасылары кафеге барып қуырылған тауық жегенді ұнатады. Әрине, Рождество мерекесі бұл елде көбіне шартты түрде тойланады. Өйткені жапондардың басым бөлігі буддизм мен синтоизмді ұстанады. Темекі шегетіндер үшін де ерекше ережелер бар. Жапонияда темекі шегуге көптеген жерде рұқсат етілген. Алайда күлді жерге тастауға болмайды. Сол себепті темекі шегетін жапондар өздерімен бірге шағын күл салғыш алып жүреді. Олар күл мен темекі тұқылын соған салады. Жапон телефондарында төтенше жағдай туралы арнайы ескерту жүйесі бар. Егер жер сілкінісі немесе басқа табиғи апат орын алса, барлық телефондарда қатты дыбыстық белгі беріледі. Содан кейін экранда не болғаны және қалай әрекет ету керектігі көрсетіледі. Тіпті телефон үнсіз режимде тұрса да, бұл ескерту міндетті түрде іске қосылады. Жапонияда қолтаңбаның орнына арнайы мөр қолданылады. Оны ханка деп атайды. Мұндай мөр әр жапонда бар, және ол күнделікті өмірде жиі пайдаланылады. Тіпті оны қарапайым дүкеннен сатып алуға болады. Жапонияның солтүстігіндегі қарлы аймақтарда көшелер мен тротуарлар жылытылады. Сол себепті мұз қатпайды және қар тазалау жұмыстары азаяды. Келісіңіз, бұл өте ыңғайлы шешім. Жапонияда оқу жылы 1 сәуірде басталады. Ал оқу процесі бірнеше кезеңге бөлінген. Тағы бір ерекше факт, Жапонияда дельфин етін жейді. Одан сорпа дайындайды, кәуап жасайды және кейде шикідейде тұтынады. Дельфин етінің дәмі ерекше әрі балыққа ұқсамайды деп есептеледі. Мүмкін оның сүтқоректі жануар болуына байланысты шығар. Жапония конституциясының 9 бабы елге соғысқа қатысуға және толыққанды армия ұстауға шектеу қояды. Жапонияда пойыз ішінде телефонмен сөйлесуге болмайды. Егер қоңырау келсе, жапондар қысқаша жауап беріп, әңгімені кейінге қалдырады. Бұл басқа жолаушыларға кедергі келтірмеу үшін жасалған. Ал ұзақ сапарға арналған пойыздарда сөйлесуге арнайы орындар бар. Сушиді дәстүр бойынша көбіне ер адамдар дайындайды. Себебі кейбіреулер әйелдердің қол температурасы жоғары болады деп сенеді. Ал бұл балықтың дәміне әсер етуі мүмкін деген пікір бар. Жапонияда 4 бұрыш пішінді қарбыздарды да көруге болады. Олар сақтау мен тасымалдауды жеңілдету үшін арнайы өсірілген. Жапондар адамның мінезі қан тобына байланысты деп есептейді. Қан тобы кей жағдайда жұмысқа орналасуға немесе болашақ жар таңдауға да әсер етуі мүмкін. Мұның ғылыми дәлелі жоқ. Соған қарамастан көптеген жапондар бұл сенімге әлі күнге дейін сенеді. Тіпті дүкендерден белгілі бір қан тобына арналған тауарларды да кездестіруге болады. Міне осындай ерекше ел Жапония. Технологиялар мен дәстүрлерді қатар сақтап келе жатқан бұл мемлекет шынымен таңғалдырады. Егер мүмкіндік болса, бұл елге міндетті түрде барып көруге кеңес береміз.